Octagon UFC PFL барлығының толық жекпе-жектері тікелей эфирі менің Telegram арнамда болады. Сондықтан тіркеліп, сол жақтан қарауды ұмытпаңдар. Достар, осы айдың 27-сі күні сенбіде ММА сүйер қазақ жанкүйерлері үшін өте маңызды күн болмақ. Себебі осы күні біздің Саламат Есболаев мейн ивентте PFL-де Макки деген жігітпен титулға үміткер болу үшін шайқасатын болады. Өте маңызды жекпе-жектердің бірі. Қателеспесем, бұл жекпе-жек 28 күні таңертең болады. Ал 27 күні Бакуде біздің екі жауынгеріміз Асу Алмабаев пен Бекзат Алмахан өнер көрсетеді. Онымен қоса Octagon лигасында біраз қызықты жекпе-жектер болады. Мен Иманғали Солайде арнасы осы жекпе-жектерге болжам жасайтын боламыз. Ең қызықты жекпе-жекке лезде болжам жасап жіберейік. Наяқта Есболаев жеңеді деп жырымбы ойлаймын, және ары қарай титулға жолдама алады, одан ары қарай UFC-ге кіреді деп толықтай сенімдімін. Мираб, Петр Ян солардың салмақтарында өнер көрсетеді. Қызықты жекпе-жектердің бірі Octagonды тез-тез айтып кетейік. Мінім басты карт. Басынан бастасақ, Адилхон Камалов және де Камил Карате. Екеуінің жекпе-жегінен менімше Адилхон жеңеді деп ойлаймын. Камил Каратен біраз таяқ жеді, Сатурннан құлады, жағы айырылды еркебұлан тоқтардан. Енді Адилхоннан жеңіледі деп ойлаймын. Өзі баяғыдай темпте емес. Ары қарай Бабур Марсель. Жыбы Марсель алады. Бабур өкінішке орай күресі мүлде жоқ. Тазабек Баяновтан ұтылып қалды. Неге бұл екеуін кездестіріп тұр, мен мүлде түсінген жоқпын. Претендентский бой БМФ деп қойды. Марсель ұтса, ары қарай мына Еркебұлан Тоқтармен кездестірейін деп тұр ма Octagon лигасы, дым түсінген жоқпын. Мына жақта Тазабек Баянов Марсельмен шығу керек еді, немесе Дамир Рахымжанов. Мына жақта Жыбы Марсель ұтып тұр. Келесі жекпе-жек Ақтілек және де Сатурн. Бұл жекпе-жек қызық, бірақта Ақтілек бәріміз білетіндей кулачканың жауынгері, ал Сатурн болса күресті де біледі. Біраз соңғы жекпе-жектерінде күресін көрген болатынбыз. Сондықтан Сатурнна жақта алып тұр. Ол Ақтілек оны талдырып жібереді деп мүлде ойламаймын. Соңғы жекпе-жек мына голдты жеңген әзірбайжандық бауырымыз Нурусов және мына тақырбас біреумен шығады екен. Мына жақта голдты жеңген жігіт жеңеді деп 100% ойлаймын. Енді өзіміздің UFC-ге көшейік. Сонымен UFC Баку. Басты жекпе-жекте Рафаэль Физиев және де Торрес. Бір жақта Физиев жеңуі керек деп ойлаймын. Соңғы жекпе-жегінде Руфидан нокаутпен жеңілді, енді өзін қолға алды деп сенімдімін. Мына Торрес деген ноунеймді жеңеді деп өз басым ойлаймын. Келесі Шара Магомедов, Мишель Перейра. Өте қызықты жекпе-жек. Бұл жекпе-жекті жасайын деген бірақ болмады ұзақ уақыт. Мына жақта Шара Буллет жеңеді деп 100% ойлаймын. Мишель Перейра біраз рет талған болатын, жағы ондай әлсіз болып кеткен. Сондықтан құлап бір нокаутпен жеңіледі деп ойлаймын. Шара Буллетте бүкіл шансы бар жеңуге. Келесі Назим Садықов Масел Камило дейді. Қыздың аты сияқты. Назим Садықов өте зрелищный, өте қызықты төбелесетін жауынгерлердің бірі, сондықтан 100% жекпе-жекті сол алады деп ойлаймын. Масел Камилоны мен мүлде танымаймын да. Жекпе-жекті Садықовқа бере салам, өзінің жерінде смело ұтуы керек. Енді ең қызықты жекпе-жек Асу Алмабаев, Чарльз Джонсон. Асу Алмабаев Пересті жеңген болатын, естерінде болса, гильотинамен өте әдемі болды. Ал Чарльз Джонсон сол Перестен талып қалған болатын. Сол Асудан жеңіліп, сосын Чарльз Джонсонды талдырды Перес. Неменеге енді шығарып тұр деп көбісі сұрайтын. Себебі Асу Алмабаев өкінішке орай қолдың жарақатының кесірінен қолын сындырып алып, Маренамен шыға алмай қалған болатын, Брендон Маренамен. Оны 100% жеңетін еді, біз көрген едік. Бір Каванамеді бір жас жауынгерден жеңіліп қалды, ойсырата тұрып. Сондықтан мына жақта Асу Алмабаевқа UFC ренжіп, осындай Чарльз Джонсонды қайта беріп тұр. Қайтадан кішкене бір саты артқа беріп, енді UFC сөйтіп ренішін солай жеткізіп тұр. Енді Асу Алмабаев 100% маяқта Чарльз Джонсонды жеңеді деп сенемін.
мүлде бір ондай сюрприз ештеңке болмайды. Чарльз Джонсон кезінде негізі Ванды нокаутпен жеңген болатын, бірақ та ол лаки панч, тек қолды бір лақтырып жібереді, тисе тиді, тимесе бұтаққа дегендей сондай бір нәрсе. Асу Алмабаев өте тәжірибелі жауынгер, сондықтан ол бұл жекпе-жекті алады деп 100% сенімдімін. Келесі жекпе-жек Икрам Алискеров, Бруно Феррейра. Икрам алады бұл жақта, Феррейра мешок, мүлде ондай мықты емес, сондықтан мына жақта Икрам алады деп сенімдімін. Абус Магомедов, Мишей Алексейчук, өте қызықты жекпе-жек. Бұл жақта германец жеңеді деп ойлаймын, Абус Магомедов. Енді мына жақта Абдулрахман Яхишев, түрік жауынгері, өте белсенді болып жүр соңғы уақытта. Біраз жекпе-жектерге қатысып, сондықтан ол мына мешокты жеңеді деп ойлаймын. Лысеть етіп жатыр уже. 9-0 нөлмен келе жатыр, өте қызықты жауынгер, нокаутпен жеңеді деп ойлаймын. Нұрсұлтан Рузибоев, Андрей Пулаев. Біраз уақыт Нұрсұлтан Рузибоев жекпе-жекке шықпаған еді. Енді осы орыс жауынгерімен шығады, Нұрсұлтан Рузибоев жеңеді деп ойлаймын. Жеңуі керек. Даниил Донченко 100% жеңеді мына жақта. Ноннеймдерді мен тастап кетіп жатырмын. Даниил Донченко өте қызықты жауынгер, біраз жартылай орта салмақта біраз деңгейге жететін жауынгер. Енді біздің Бекзат Алмахан Мацумото-мен шығады. Осы жекпе-жек өте маңызды дейді бәрі, контракттың соңғы жекпе-жегі, бірақ та Бекзат Алмахан өзін өте жақсы көрсетті. Умар Нурмагомедовпен қысқа уақытта шығып нокдаунға жіберді, өте әдемі нокдаун. Келесі Конор Макгрегордың інісі болып жүрген очкарик біреу, ұмытып қалдым. Брэндон ба, Брэд па, Брэд Катона есіме түсті. Оны да нокаутпен әдемі жеңді бірінші раундта. Келесі жекпе-жек Александр Тупуриямен өте қызықты болды, бірақ Бекзат Алмахан көрінді, кішкене тактикасы жүзеге асқан жоқ. Осындай қызықты жекпе-жектерден кейін осы бір какой-то Джоан Мацумотодан ұтылып қалса, оны ұштырады деген адамдарға айтарым жоқ. UFC ол Бекзат Алмаханды 100% қалдырады қайттан контрактты создырып. Енді Бекзат Алмахан бұл жекпе-жекті жеңеді деп сенімдімін, нокаутпен. Екінші раунд деп ойлаймын. Осындай менің болжамдарым, келісесіңдер ме жоқ па, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Бірінші 27 маусымда кешке октагонмен UFC басталатын болады. Бекзат Алмахан 6 жарымдардан шамаларында қателеспесем шығады. Октагонды сол кезде басталады. Сосын келесі күні 28-де таңертең таңғы 8:30-9-дарда біздің Саламат Испулаев шығатын болады. Main eventте, басты картта. Жіберіп алмаңдар. Сендермен болған мен Иманғали, Солайде арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар.